Ассалаумағалейкум достар, сіздермен видеомен досик арнасы. Біз бүгін Майнкрафтқа мебель модта қалай жазу керек екенін көрсететін боламыз. Сондықтан да маған тіркеліп лайк басып кетейік, ал біз кеттік. Ең бірінші біз Playmax'те кіреміз. Содан кейін Fortnite аддонда жазамыз да іздейміз. Одан кейін бірінші тұрғаны орнатып аламыз. Мен бұны орнатып қойғам. Орнатып болғаннан кейін ішіне кіресіздер. Мен next дегенді басасыздар. Next дегенді баса бересіздер. Рұқсат беру дегенді басамыз. Install and play дегенді тұрады, соны басамыз. Launch дегенді басамыз. Содан кейін сізді автоматически Майнкрафтқа кіргізіп жібереді. Мінекей достар, біздің модымыз жүктелді. Енді жаңа мир ашып, сол модқа кішігірім обзор жасап кететін боламыз. Жаңа мир ашамыз. Набор ресурс дегеніміз осын қосамыз. Мой наборы дегеннің ішінен де осын қосамыз. Продолжить дегенді басамыз. Мир создать етеміз. Мінекей өзіміздің мирімізға кірді. Біз мына мына тұрған нәрсені басамыз. Және де жұмыртқаны тауып аламыз, соны басамыз. Астына түсе берсек, мінекей мебельдер өте көп. Қазір біразын алып көрсететін боламыз. Мына жерде клавиатура, камера, ноутбук, көптеген нәрселер бар. Мінекей мынау мүсін иттің. Енді мынаны түсінбедім. Мынау бір шкаф, киіммен жасалатын, мынау қалпағы, мынау таулар ма сондай. Мынау деген футбол ойнайтын бірдеңе, мынау клавиатура. Бірақ бұл заттарды ұрсаңыз өріп қалады. Мінекей достар, бұл бір минус жері осы. Мынау камера, жан жаққа қарай қозғалып тұрады. Мынау ноутбук, мынау шкаф, бұны ашуға болады, открыть деп шығып тұрады. Сосын ішінен заттарымыз сала аласыздар. Мынау пианино. Бұл өте шынайы, бірақ ұрсаң жоқ болып кетеді. Бұның минусы сол. Тағы да бір-екеу заттарды көрсетіп жіберейін. Қазір достар, мыналардың барлығын алайын. Бұда өте көптеген заттар бар. Тағы да келесіде тағы да бір мод түсіріп шығарайын ба, комментарийға жаза кетіңіздер. Әлде Майнкрафттан басқа нәрсе түсейін ба, оны да комментарийға жаза кетіңіздер. Мына жерде бір мүсін бар, бірдеңелер, алтын бар, бірдеңе. Үшін мынау видео түсіруге алған, мынау скелет жаман дәу кетті енді. Мынау достар, кешіріңіздер, жаңа бір техникалық ақаулар болып, видео өзімен өзі өшіп қалды. Қазір мына батуттан дәлді тоқтап қапты. Біз енді ары қарай көрсететін боламыз. Қараңыздар, мына жерде холодильниктің ішіне кіріп алуға болады екен. Мына жерде көптеген суреттер бар, қараңыздар. Мына жерде бір бейнесінің суреті, мына жерде Монолизаның суреті, ұрсаң ұрып болады. Мына жерде айтқандай, мына жерде сіздердің мүсіні бар, мына балаларға арналған бірдеңе, дәуірінде болады, отырып алуға болады. Мынау паркта қойылатын бір орындық па сондай. Мынау немесе отыруға болады. Мынау ротат болғанда отырып алуға болаға бірдеңе. Әйтеуір қызық. Мынау пианино, болғанда отырып алуға болады. Достар, тағы да біреуін көрсете кетейін. Одан кейін видеомызды аяқтайтын боламыз. Пианиноны тоқтадық. Негізі бұның ішінде мебельді өте көп, өздеріңіз қалғандарын көріп алатын қаласыз деген ойдамын. Мен жаңағы есіктерді алғанды қондақпын. Кішкентай тоқтап есіктерін өзінің үшін. Мына жерде микроволновка бар, бірақ ішінде ет тұрады, істемейді. Отыруға болады азғысынан. Мына жерде есік әйтеуір ұрсаң ұрып болады. Мынау ванна,
ішіне кіріп мен білмеймін подписка мына бір көреде тұратын бірдеңелер открыть тұрған бірдеңе қоюға жатырмын мына пляжға барған кезде ана бірдеңе күннен қорғайтын мынау мына жаңағыдегі зат в общем достар осы 20 минутта жететін шығар тіркейік лайк басып кетейік видеосын бітті сау болыңыздар.